Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осыны керемет кандюбе тағамын дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығады, жасалу жол қарапайым, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен етімізді алып, осылай турап шығамыз. Негізінде барлық заттар ірі-ірі болып қосылған. Мен үйге жегенге ыңғайлы етіп, орташа етіп етті турадым. Қатты майдағы май, үлкен қылмай орташа етіп турап шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көре аласыздар. Барлық етімізді осылай турап аламыз. Орташа көлемде. Енді бір тал пиязымызды алып, осылай турап шығамыз. Турап тарелкаға саламыз. Пиязды турап болғаннан кейін келесі кезек бізде сәбіз картоп. Негізінде сәбіз картопты да үлкенірек етіп турасаңыздар болады. Мен орташа көлемде турап шықтым осылай. Өзімізге жегенге ыңғайлы етіп, сіздерде осылай етсеңіздер болады. Оны да тарелкаға саламыз. Сәбізді енді картошканы да орташа етіп турап шықтым. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым дайындалатын тағамдардың түрлері бар. Соларды көріп, бірге жасасаңыздар болады. Және тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, мен барлығына жауап беремін. Және осы тағамның құрамын описание бөлігіне жазып кететін боламын. Міне осылай дайындап алдық. 2 тал сарымсақты, 2 тал пиязды бөлек алатын боламыз. Пиязымызды майда етіп, 4 пұшты етіп турап шығамыз. 2 тал пиязды 4 пұшты етіп турап, бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Немесе осы тақтайға қалдырамыз. Барлығын осылай алдын ала турап аламыз. Міне. Ендігі кезекте қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызға ұнға 1 тал жұмыртқа және жылы суға мен тұз қосып араластырып дайындап алдым. Сол жылы суымызды қоса отырып, қамырымызды жақсылап илеп шығамыз. Қамырымыз өте қатты болмау керек, өте жұмсақ емес, орташа жұмсақтау етіп мен илеп шықтым. Міне шетіндегі қамырлар, ұндар қалмау керек. Барлығын осылай жақсылап илеп, пакетке салып демалдырамыз. 5-10 минуттай. Демалып болғаннан кейін қамырымызды алып, мен өзіме ыңғайлы етіп 3 бөлікке бөлдім. Сіздер 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. 3 бөлікке бөліп, осылай күлшелеп алдым мен домалақтап. Барлығын осылай домалақтап шықтым үшеуін. Енді бұларды да пакетке салып демалдыратын боламыз кішкене. Келесі кезек біз етімізді қуырамыз. Қазанға аз ғана сұйық май құйып, етімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып қуырып аламыз етті жақсылап. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Етіміз қуырылып алды міне. Енді осының үстіне пиязымызды саламыз. Сарымсақты салып, бұларды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәл осындай видеоға қарап, бірге жасасаңыздар, жақсы болып шығады. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін, осының үстіне сәбізімізді және менде морозильникте туралған тәтті қызыл бұрыш бар, соны қосатын боламыз. Оны қосып, жақсылап араластырамыз. 1 қасық томат қызанағымызды қосып, араластырып қуырып аламыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Бетін жауып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін, міне етімізде пісіп қалды. Енді астын өшіріп, бөлек қойып қоя тұрамыз. Сковородкамызды алып, үстіне сұйық май құйып, жаңа 4 пұшты етіп тураған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қуырып аламыз араластыра отырып. Пиязымыз тірі болмау керек, сол себепті жақсылап пиязды қуырып алатын боламыз. Бұл пияз қазір бізге қамыр жаямыз, сол қамырдың ортасына салғанға керек, біреу үстіне.
Мен екі түрлі қамыр жасадым, сол себепті біреусіне пияз салайын деп шештім. Кейбір қыздар пияздың орнына сәбіз салып атады. Мен пиязды жөн көрдім салуға. Міне дайын, енді қамырды жаямыз. Бір тал қамырымызды алып, өзімізге ыңғайлы етіп жаятын боламыз. Ұнға аунатып, оны сеуіп отырып, қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Сіздер кішірек емес, екіге бөліп, сіздер жаңа қамырды үлкен екіге бөліп, өздеріңізге ыңғайлы етіп жасасаңыздар болады. Мен үшке бөлдім, өзіме ыңғайлы етіп. Ең басында кішкентай оқтаудың көмегімен оны себе отырып, кейінірек үлкен оқтаудың көмегімен қамырымды жайып алдым. Осылай қамырды жұқа етіп жайып шығамыз. Жақсылап, бір жері қалың, бір жері жұқа болмау керек, тегіс бірдей болып шығу керек. Қамырымызды жақсылап жайып болғаннан кейін жаңағы пиязымызды саламыз, салып жан-жағына барлығына жағып шығамыз. Жетпеген жерлеріне сұйық май құйып жағып шықтым. Міне, енді осыны орайтын боламыз видеодағыдай. Орап болғаннан кейін енді тураймыз. Қиғашынан етіп осылай турап шығамыз. Турағанды енді тарелкаға алып саламыз. Осылай турап алып салып болғаннан кейін келесі қамырымызды алып жаятын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып шығамыз ол қамырды. Енді ол қамырға жақсылап жайып шыққаннан кейін ортасына пияз емес, тек қана сұйық майды жағып шығатын боламыз. Жағып сұйық майды ораймыз. Орап, оны да жанағындай етіп турап шығатын боламыз. Үшінші қамырда да тек қана сұйық май жағып, орап турап дайындап алдым мен алдын ала. Бір келкі, бір көлемді етіп осылай жақсылап турап шығатын боламыз. Мынада пияз жоқ, міне. Үшінші қамырды тура осылай етіп дайындап алдым. Енді қазанымыздың астына от қосып, жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне картошканы салып 1-2 минуттай қуырып аламыз. Араластыра отырып, қуырып алғаннан кейін үстіне мен жылы су, қайнаған су құйдым. Құйып, тұзын, қара бұрышын қосып дәміне қарай. Сіздер қосымша приправаларды қоссаңыздар болады. Мен тек қана қара бұрыш пен тұзды ғана қостым. Дәмін келтіріп, дәміне қарай тұз қостым. Енді осы қамырымызды осылай салып шығамыз. Бірін үстіне бірін сала беріңіздер, жабыспайды. Барлығын толықтай осылай салып, су кішкене асып тұру керек. Менде мына жерде көрінбей қалып үстіне неғылған кішкене су қосқанымда. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және 2 тал сарымсақты 5 минут қалған кезде салып, бетін жауып пісіріп аламыз. Міне біздің тағамыз дайын. Ас болсын жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай. Тіркелуді каналыма, қоңырау шанына басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.